Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабақтың тақырыбы ықтималдылық түрлі түсті шарларға байланысты есептердің шешу жолдары. Бірінші есеп. 20-дан аспайтын кез келген натурал санның жай сан болу ықтималдылығын табыңыз дейді. Шешуі. Бірінші мына формуланы жазып қояйық. А дегеніміз ол оқиға ықтималдылығы, П дегеніміз ықтималдықтың белгісі. Ол М бөлінген N деп белгіленеді. N деп отырғанымыз мұндағы натурал сандар. Мұндағы M деген сан А оқиғасының түсу ықтималдылығын көрсететін сан. Ал N дегеніміз ол мүмкін оқиғалар саны. Так, олай болса 20-дан аспайтын кез келген натурал санның жай сан болу ықтималдылығын табу үшін 1-ден 20-ға дейінгі жай сандарды жазып шығайын. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 және 19. Ең кіші жай сан 2 деп келісілген. Сондықтан 1-ді алмаймыз, 2-ден бастаймыз. Олай болса барлығы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 жай сан бар екен 20-дан аспайтын. Онда мүмкін оқиғалар саны бізде 20, ал 20-дан аспайтын жай сандардың саны бізде ол М-ді білдіреді. М бізде 8. N ол 20. Сонда 8-дің 20-ға қатынасы П, А. 8 бен 20-ны қысқартайық. 4-ке 2 бөлу 5 шығады. Немесе 0,4 шығады. Сонымен жауабы бірінші есептің 20-дан аспайтын кез келген натурал санның жай сан болу ықтималдылығы 0,4-ке тең екен. Жауап Б. Келесі. Екінші есеп. Жәшікте 10 ақ және 3 қызыл шар бар. Жәшіктен кездейсоқ алынған шардың қызыл болу ықтималдылығын табыңыз дейді. Мүмкін оқиғалар саны мұндағы N тең 13 барлығы. Ал кездейсоқ алынған шардың қызыл болу ықтималдылығы бізде 3 қызыл екен. Олай болса М тең 3-ке. Онда формула бойынша П, А оқиғасының ықтималдылығы 3 бөлу 13-ке тең болады екен. Жауап С. Келесі. Үшінші есеп. Дүкендегі жаңа шаңсорғыштың тексеру кезінде істемей қалу немесе нашар істеу ықтималдылығы 0,43-ке тең. Сатып алушы таңдап алған бір шаңсорғыштың жақсы жұмыс істейтін болып шығуының ықтималдылығы қаншаға тең? Жұмыс істемей қалу ықтималдылығы 0,43 болса, онда жұмыс істейтін болып шығу ықтималдылығы 1-ден алып тастаймыз 0,43-ті. Болады 0,157. Жауабы сонда В болады екен. Келесі. Төртінші есеп. Қорапшада 5 көк, 5 қызыл және 5 сары түсті доптар бар. Қорапшадан бір доп алынды. Алынған доптың сары түсті болу ықтималдылығын анықтаңыз. Мұндағы мүмкін оқиғалар саны барлығы 5 көк, 5 қызыл, 5 сары, барлығы 15. Ал N сары доптың түсу ықтималдылығы болғандықтан сары бізде 5, онда М тең болады 5-ке. Сонымен М бөлінген N тең 5 бөлінген 15-ке тең. Ол тең 3-тен 1-ді береді. Жауабы Е. Келесі. 5-ші есеп. Қалтада 7 ақ және 3 қызыл түсті асықтар бар. Қалтадан кездейсоқ алынған асықтың ақ түсті болу ықтималдылығын табыңыз дейді. Мүмкін болу ықтималдылығы барлығы тең 7 ақ пен 3 қызылды қосамыз 10 шығады. Ал соның ішіндегі ақ түстісі 7 болғандықтан ол бізде М-ге тең. Онда М бөлу N тең 7 бөлінген 10-ды береді. Яғни А оқиғасының болу ықтималдылығы, А деп отырғанымыз ақ түсті асықтың болу ықтималдылығы, ол 7 бөлінген 10-ға тең. Жауап В. Келесі. 6-ші есепте қорапта 5 ақ 13 қара шар бар. Қораптың ішіне қарамастан
бір ақ және бір қара шар шығарғанына нақты сенімді болу үшін қораптан кем дегенде қанша шар алу қажет болатынын көрсетіңіз дейді. 13 қара шарды алып болғаннан кейін біз анық сенімді боламыз, келесісі ол ақ болады. Сонда 14 шар алған кезде бір ақ, бір қара шығатындығына толық нақты сенімді бола алады екенбіз. Жауабы Д. 7. Қорапшада 5 көк, 5 қызыл және 5 сары түсті доптар бар. Қорапшадан бір доп алынды, алынған доптың сары түсті болу ықтималдылығы. Барлығы бізде 15. Ол N деп белгіленеді. Мүмкін оқиғалар саны. М ол 5-ке тең. Сонда 5-тің 15-ке қатынасы тең 3-тен 1-ді береді. 3-тен 1 деп отырғанымыз қорапшадағы 15 доптың ішіндегі тек сары түсті болу ықтималдылығын білдіреді. Ол жауап асы болады екен. Келесі 8. Қызыл, жасыл, көк, сары түсті шарлардың барлық саны 70. Қызыл, жасыл, көк, сары түсті шарлардың барлығының қосындысы 70. Қызылдан басқа шарлар саны 45. Сонда жасыл, көк, сары, қызылдан басқасы тең 45 дейді. Олай болса, мына үшеуінің қосындысы 45 болса, қызыл шарлардың саны тең 70 минус 45. 70-тен 40-ты алсақ 30, одан 5-ті алсақ 25 шығады. Сонда қызыл шарлардың саны 25 болып шықты. Жасылдан басқа шарлар саны 50. Онда жасылдан басқасы қызыл, көк, сары 50 екен. Ал жасылды қоссақ бізде 70 болар еді. Сонда жасыл шарлардың саны 20 екен. Себебі жасылдан басқа шарлардың қосындысы 50 деді. Ал 4 түстің барлығының қосындысы, 4 түсті шарлардың қосындысы 70 болатын. Мұнда 20 жетпей тұр. Көктен басқа шарлар саны, көктен басқа қызыл, жасыл және сары плюс көк ол 70, а көктен басқасы 55 болса, көк шар 70 минус 55 болады, ол 15. Көк шарлардың саны. Сонда сары шарлардың саны С дейді. Сары шарлардың саны қаншаға тең болады екен? Бізде қызылымыз 25, жасыл 20, көк 15, ал сары әлі белгісіз, тең 70 барлығы. Сары шарлардың саны 25-ке 15-ті қоссақ 40, 40-қа 20, 60, 10 болады екен. Сары шарлардың саны сонда 10 екен. Көк шарлардың саны К болса, сары шарлардың саны С болса, онда мына астындағы жауаптардың қайсысы дұрыс болады дейді. Мысалы, біріншісінен бастайық. К тең С плюс 5. К деп отырғанымыз көк тең С ол сары плюс 5. Көк 15-ке тең 10 плюс 5 шықты. Міне сонда мына шарт тура болып тұр. Олай болса жауап А болады екен. Келесі 9-шы есеп. 20-дан аспайтын кез келген натурал санның 5-ке еселік болу ықтималдылығын табыңыз дейді. Онда 20-дан аспайтындай 5-ке еселі сандар 5, 10, 15 және 20-ның өзі. 20-дан аспайды деп тұр. 20-да болу мүмкін. Онда 4 сан ол N-ді береді, ал М ол тең 4 санымыз ол бізде М-ді береді. Ол, значит, А оқиғасының түсу ықтималдылығы деген сөз. 5-ке еселі болу ықтималдылығы. 5-ке еселі сандардың саны 4-еу. А барлық мүмкін оқиғалар саны ол N. N тең 20. Онда М-нің N-ге қатынасы, 4-тің 20-ға қатынасы
А оқиғасының ықтималдылығын береді. Ол 1 бөлінген 5-ке тең. 1 бөлу 5 ол 0,2. 0,2 бізде жауап А екен. Келесі 10-шы есеп. Ойын сүйегін 5 рет лақтырғанда 2 түрлі ғана сан түскен болса, осы 5 санның қосындысының мүмкін мәндерінің ең үлкенін табыңыз. Ойын сүйегі жақтары 1-ден 6-ға дейінгі нөмірленген кубик. 5 рет лақтырғанда 2 түрлі ғана сан түсетін болса, мысалы ең үлкен мәнін тап десе, бізде ойын сүйегінің жақтары 1, 2, 3, 4, 5, 6 деген нөмірлермен нөмірленген. Сонда 6-дан 4 рет түсуі мүмкін, және 5-тен 1 рет. Олай болса жауабы осы 5 санның қосындысының мүмкін мәндерінен ең үлкен болатын вариант ол 24 плюс 5 29-ды білдіреді екен. Жауап сонда 29-ға тең. Ол С жауабын береді. Келесі 11-ші. Жақтары 1-ден 6-ға дейін нөмірленген ойын тасы лақтырылды. Ойын сүйегіндегі 3 санының түсу ықтималдылығын табыңыз. Бұл жерде көбінесе оқушылар қателесіп кетеді. 3-ті бөледі 6-ға. Олай емес. 3 санының түсуі деген сөз 3 деген бір-ақ сан. Яғни 1 бөлінген барлығы 6 мүмкін оқиғалар саны. Ал 3 санының түсуі, яғни бір жағдай деген сөз ол 1-ді бөлеміз 6-ға. Жауап С болады екен. Сонда 1-ден 6-ға дейін нөмірленген ойын тасының 3 санының түсу ықтималдығы 1 бөлу 6-ға тең болады. 12-ші. 1-ден 9-ға дейінгі цифрлар арасынан кездейсоқ бір цифр алынды. Алынған цифрдың жұп болу ықтималдылығын табыңыз дейді. 1-ден 9-ға дейінгі сандар бізде барлығы 9. Бір цифр алынды. Ол жұп болу ықтималдылығы қанша дейді. Жұп болатын сандар бізде 2, 4, 6, 8, яғни 4 екен. Онда М ол 4-ке тең болады, ал N 9-ға тең. Олай болса, жұп болу ықтималдылығы тең болады 4 бөлінген 9. Жауап Е. Бүгіндікке осы. Тағы да қандай тақырыптар түсініксіз болады, қандай тақырыптар керек, өздерің жазып отырыңдар.